Жылда 4 маусым күні Қазақстанда мемлекеттік рәміздер күнін атап өтеді. Бұл күні Ридзерде «Менің туым, менің мақтанышым» патриоттық акциясы өтті. Ридзерде облысымыздың және республикамыздың өзге қалаларындағыдай коронавирус инфекциясымен байланысты шаралардың көпшілігі онлайн форматта өтті. 4 маусымда мемлекеттік рәміздер күні санитарлық талаптарды сақтап, «Менің туым, менің мақтанышым» акциясы өтті. Патриоттық акция аясында 4 ықшам ауданында орналасқан көп қабатты 38-ші тұрғын үйдің қылтималарында мемлекеттік ту бейнеленген макеттар ілінді. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аймақтық кеңесінің мүшелері қолғабыс жасады. Аға ұрпақ және жастар мемлекеттік рәміздерге деген аялы қатынастарын білдіріп, тұрғындарды мерекемен құттықтады. Құрметті ридзерліктер, қаланың ардагерлер кеңесінің атынан сіздерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер деген не? Отансыз адам жоқ, рәмізсіз ел жоқ. Этот праздник наполняет нас чувством гордости. Бұл мереке біздің кеудеміздегі еліміз үшін мақтаныш сезіміне толтырады. Оны одан да күшті қылуға біріктіреді. Біздің туымыз мемлекеттің басты рәмізі болып, отанымыздың жақсылығына, берекесіне сенімімізді молайтады. Тәуелсіз Қазақстан елінің гүлденуіне үлес қосу әр азаматтың парызы. Мемлекеттік ту көп ұлтты Қазақстан халқын біріктіреді. Біздің мықтылығымызды білдіреді. Еліміздің тәуелсіздігін, еркіндігін дәріптейді. Мемлекеттік ту қазақстандықтардың мақтанышы. Әр қазақстандық бірлік үшін, тәуелсіздік үшін жауапты. Елдің дамуына өз үлесін қосу керек. Мереке құтты болсын, бейбітшілік жасасын. Менің туым, менің мақтанышым патриоттық акциясын қала кәсіпкерлері белсене қолдады. Дәмхана иелері кіреберіс топтары мен келушілер залдарын мемлекеттік рәміздер атрибуттарымен безендірген. Ридзерліктерге 4 маусым 1992 жылы тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері тұңғыш бекітілген еске салу үшін. Әрі бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік символиканың туған күні ретінде мәңгілік қалады. Құрметті Ридзер қаласының тұрғындары, біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, сәттілік тілейміз. Бұл күнге біз залды дайындап қойдық. Құрметті ридзерліктер, сіздерді мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймыз. Елдің мемлекеттік рәміздерін білу әр азаматтың парызы деп білемін. Бүгін біз кофеханамызды мемлекеттік рәміздермен безендірдік. Құрметті жерлестер, бүгінгі мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Мерекеге орай дәмхананы безендіріп қойдық. Аспанымыз әрқашан ашық, өміріміз тыныш болсын. 4 маусым отанымыздың мемлекеттік рәміздер күні. Тәуелсіз еліміздің рәміздерін әрқайсымыз құрметтеуге тиіспіз. Еліміз гүлдене берсін, тұрақтылығы ұзағынан болсын, бейбітшілігі жасай берсін.